Ғаламның шекарасы бар ма? Егер біз ғарыш кемесіне отырып бір бағытта тоқтаусыз ұша берсек, ақырында ғаламның шетіне жетеміз бе? Әлде бұл Шоу Трумана фильміндегідей бола ма? Астронавттар кенеттен жұлдыздардан салынған картон қабырғаға тіреліп қала ма? Әрине, шындығында ғалымдар ғаламның осылай нақты сызылған шекарасы бар деп есептемейді. Өйткені біздің ең қуатты телескоптар арқылы көріп отырғанымыз бар болғаны бақыланатын ғалам ғана. Оның шартты шекарасы жерден шамамен 13-14 миллиард жарық жыл қашықтықта орналасқан. Дәл сол аймақта кеңінен таралған Биг Бен теориясына сәйкес ғаламның бастауы орын алған. Ал егер біз сол шекарадан әрі қарай алсақ, онда ең ықтимал жағдай дәл қазіргі көріп тұрған дүниемізді көрер едік. Яғни галактикалар, жұлдыздардың алып шоғырлары және бәрін жұтып жатқан қара құрдымның аш көз ауыздары. Алайда бұл тек бір көзқарас.